сонымен бекке келдік. Жұмыстар жалғасуда. Ал енді қазір экскаватордың аккумуляторы отырып, жөнді оталмай жатыр еді ол. Қазір ауыстырып қойық аккумуляторын. Бүресін. Сосын сол, мекті планировка әлі. Қазір беттерін бітейде қалдық бүгін. Ертен ала қаласа, ертен каталан бастаймыз. Қазір мен тұрып, мекті жолға тастар үшіп кетіп, сол тастарды тазалап сейін. Футбол ойнаймыз ба таспен. Дегенмен сосын бүгін күн шығып кетті. Қазір күн жылып кетті. +6 плюс -6 -8 болып кетті қазір температура. Енді онлай бола береді, -6 -8 нормально. Главное, что плюс болып кетпесе болды енді. Мына жеріміз еріп, балшық болып, езіліп, бычыт боламыз. Күн жылып кетсе. Бізге жылмағаны керек наоборот. Вот қазір +-8 болып тұр, осындай, дәл осындай болып тұрса идеально. Так, КамАЗ келді погрузкаға. Что там Нұрдик? Не отыр? Жанат? Что там не отыр? Аккумулятор ауыстырдыңдар енді. Клемасын ауыстырып отырсыңдар ма? Так. Подписчиктер ме көріп жатқан? Иә. Мына кнопканы көріп тұрсыз ба? Фук. Давай, подписчиктердің қайсысы табады екен, ал не кнопканы, ал не істейді, функциясы не? Болмаса мынаның функциясы, ладно, мынаны қоя берші. Мынау не кнопканы қараңыз. Кім табады екен? Енді қараңыздар, енді түсіндірем. Бұл кнопка питание. Питание. Қазір ящик ашық болса екен. Ашық. Мына көріп тұрсыз ба фильтрға? Фильтрді подогрев фильтрі. Фильтрді жылытады жаңа кнопка арқылы. Осыны өзіміз жасап қостық. Күн суықта жұмыс істей беру үшін. Солярка қатпас үшін күн суықта. Ендеше жігіттер өздері орната берсін. Біз Айболдан сұрап келейікші, рейске қалай барып келді. Не қандай қиыншылықтар бар, не бар. Біз Айболмен сұхбат алайық Айболдан. Ой, жауық. Сен қараңыздар, бүйтіп тоқылдасыздар. Жанына келгендеш. Тоқылдас. Кто там дейді. Мен ғой, мен. Кто там дейді. Мен ғой, мен. Че там? Ашасың ба? Жоқ. Неге? Ашалмайды. Сенен бір интервью алайын дедім. Қазір қарным тойды. Қарным тойып тұр дейм. Так. Айболио. КамАЗдың іші. Жаңа. Бұл техниканы білмейтінде адамдарды көреді ғой. Түсіндіріп өтейік. Ал не бар сенде Айбол КамАЗында? Мынау не? Үрлейтін ғой, тазалай. Үрлейтін? Не үрлейді? Қалай үрлейді? Шаң үрлейсің, аласын. Аласын. Ана. Шаңын үрлеп тастайсың, е? Что там, отвал қалай, ашық па?
Сатып ал нормально, пойдет. Нормально? Нормально. Сатып алдым, талондарын жыртып отырмыз. Дайындап. Все, понял. Так, артымда кім келе жатыр? Азамат па, өз келеді. Все понятно. В общем, сіздер не ұялмай комментарийға жаза беріңіздер. Сұрақтарыңыз болса, любой сұрақты жаңағы жауап берем. Болмаса видео жасап берем сол сұрақтарын. Не қызық, соны айт, не бірдеңкені айтып бер десеңіздер айтып берем. Что там, Адлханаға заправляемся? Да. Наливаем. Что, аккуратнее, в ажуре, ма? Ажуре, аккуратно, нормально. Чай, пол. Рейсы мочим. Мочим. Хуярим. Ал сені не дейміз сен? Өстіп ақырындап істеп жатырық. Бұл жай пол силу істеп жатырық неге. Бұйырса ертең аргүні бар күшімізбен кірісіп кетеміз ғой. Так, бүгінге сол жұмыстар бүгінге бітті. Енді қазір біз Жанат екеміз гидравлический май уровень қойып жатырық. Гидравлический май уровень қою үшін экскаватор мынандай положениеда қоясыздар. Осындай положение қойып, ладында лопатаны түсіру керек. Лопатаны түсіргеннен кейін майды құясыздар. Сол майдың уровені мына жерде әйнек бар. Әйнек. Мына әйнекті көріп тұрсыз ба? Осының ішінде мынау екі сызық, мына астыңғы сызық. Астыңғы уровень, үстіңгі уровень. То есть мына жерде даже төмен түсіп кеткен уровень. Қазір қойып жатырық. Қазір келу керек, жетпей қалса тағы біреусін қоямыз. Енді ондай бұлар техника жұмыс істегеннен кейін әрбір жерден кішкенеден май ағады, сосын азайып кетеді уровені. Сондай қатты ағып тұрған жерлер жоқ экскаваторда. Кішкене макрит етіп сөйтіп. Сондайлар бар цилиндрда. Цилиндрды болашақта жасаймын, сол кезде үйретемін қалай жасау керек екен. В общем, бәрін үйретемін. Насосты да қалай жасау керек, мотор қалай жасау керек. В общем, немен қандай проблема өзім кезігем, сол проблемаларды қалай шешу керек, бәрін үйретемін. В общем, арнама жазылып, сол үшін лайктарыңызды аямай, комментарийларыңызды аямай тұрсаңыздар. КамАЗ келді, қазір КамАЗды алып қойып қоямыз, болды уже. Қазір карьер жауып қалады, келесі рейске уже үлгермейді. Сондықтан мынандай команда көрсетеміз. Стоп деп белгі береміз. Ане қайда деп көрсетеміз, ане қайда. Вот сізге мынау қағады. Айбол деген. Пробуксовка дрифт деп. Лайк беріңіздер. Сол жарайды, қош сол болыңыздар. Келесі рубрикамды қадағалап отырыңдар. Енді күнде көріп отырасыздар мені. Ала берса, бәрі жақсы болса. Уровень. Ha? Uровень.